талаптары бойынша қоғамдық тәртіпті, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, азаматтармен сыпайы сөйлесіп, олардың тыныштығы мен өмірін сақтауға, жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлықты жол бермеуге, қызметте заңдылық пен тәртіпті қатаң сақтауға. Жасақ солғы. Құрметті аудан тұрғындары және ата-аналар, ағымдағы жылдың шілде айының 27 мен 29 аралығында республика аумағында түнгі қалада балалар атты жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның басты мақсаты кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылық пен қылмысты болдырмау, яғни түнгі мезгілде ойын-сауық мекемелерінде және тұрғын жайдан тыс жерде жүрмеуі болып табылады. Құрметті ата-аналар, балаларыңызды қараусыз қалдырмауға және жүріс-тұрысын қатаң бақылауға алуларыңыз сұралады.